Менің атым Жәд. Мен кішкентайымнан ата-анамның жанында болдым. Шаруа қожалыққа жұмыс істеп, өзге балалар сияқты өмір сүрдім. Алайда менің өмірім қалаға оқуға келгенде күрт өзгерді. Мен қалаға келгенде жұлдыз болып кеттім. Қалай болған білгілерің келе ме? Ендеше назарларың менде болсын. Жаңа айтып өткенімдей, мен ауылда туып өстім. Әкем, анам және 2 інім бар. Қазір олар орта мектепте оқып жатыр. Мен үйдің үлкенімін. Әкем мен болашағымнан зор үміт күтеді. Өмірде өз орнын тауып, нағыз азамат болатыныма кәміл сенеді. Ал мен болсам, мектеп бітіргеннен кейін әкемді ауыр жұмыстан босатып, үйдің және ферманың бар шаруасын өз мойныма аламын деп ойлағанмын. Не дегенмен, әкемнің денсаулығы мен үшін маңызды. Үлкен кісі ғой, көбірек демалып өзіне көңіл бөлсе екен деймін. Алайда анам мен әкем екеуі менің колледжге оқуға түскенімде қалады. Бірақ мен қалай барамын? Ақыры оқу оңай емес. Оған қоса, мен болмасам үйдің тірлігін кім істейді? Шынымды айтсам, ауыр жұмыстың бәрі менің мойнымда болатын. Сондықтан да болар менің бұлшық етерім шығып, сымбатты көрінетінмін. Қалжың ғой, жігітке сұлу болды қажеті жоқ. Аймылдан әдемі болса болды деп жатады ғой. Бұл да қалжың. Отбасымда ойлауым керек. Содан не керек? Ата-анам менімен ұзақ сөйлесті. Мен көнбедім. Оларды тастап кеткім келмеді. Сосын әкем, мен оқымай қалсам, осы ауылда өмір бойы қара жұмысқа байланып қалсам, өзін кешірмейтін айтты. Сенің білім алып, жақсы маман болғанды қалаймын. Болашағына балта шапқым келмейді. Егер сен оқуға түссең, менің жаным жайда болады, деді әкем. Анам да әкемді қолдады. Олар мен оқуыма керек болады деп ақша жинаған екен. Кім білсін, жолым болып оқуға түсіп кетсем, шәкіртақы алып қалармын. Бірақ қайдам, мен сабақты қарық қылмадым. Қара жұмыста қатырам. Ал оқуға келгенде шорқақпын. Содан не керек? Ақыры мен келістім де уақыт келгенде қалаға оқуға аттандым. Менің өмірім өзгереді деп мүлдем ойламаппын. Қалаға келген күні метроға отырып едім. Елдің бәрі маған бұрылып қарап жатқандарын байқадым. Өзімді сондай ыңғайсыз сезіндім. Мүмкін менің түрім біртүрлі болып тұрған шығар. Әлде шашыма қарап жатыр ма бәрі? Шаштаразға бармағалы 1 жыл болған шығар. Шашым иықтан келеді. Сосын шашымды буып алдым. Бірақ бәрібір маған тесіле қараған көздер азаймайды. Мүмкін сақалым өсіп кеткен бе деп сипап көрдім. Мен дәл осылай елдің алдында қызарған емеспін. Қайда қашып кетерімді білмей дал болдым. 10 минуттан кейін жаныма бір қыз жақындап келіп, мені танитынын айтқанда құлап қала жаздадым. Қайдам таниды? Мен сізді танымаймын дедім мен. Ол сәл жеймеді менен қолтаңба сұрады ғой. Мәссаған, менімен бірнеше мәрте суретке түсті де кетіп қалды. Аузым ашып антам болып мен қалдым. Аялдамадан түстінде бургер сататын жерге жақына бергенде, тағы 3 бойжеткен жүгіріп келіп, қолтаңба сұрады. Тіпті біреу бетінен сүйді. Күтпеген жағдай. Бірақ маған жағып барады. Шынымды айтсам, қалан тәртібі солай шығар деп ойлап қалдым. Қонақтарды осылай қарсы алатын дәстүр болса керек деп топшыладым. Содан қаланы аралап болған соң өзіме баспана іздеуге кірістім. Келе жатсам қасыма тағы бір кісі келді. Ол да бетінен сүйетін шығар деп артқа қарай чегіндім. Бірақ ол жаныма келіп, орындыққа отырды. Қолын созып атын айтты. Мен Тоби Тернермін деді. Мен ол кісіні танымаймын. Мен де атымды айтып таныстым. Сен қалаға жаңадан келген боларсың. Заттарыңа қарасам, алыстан келген сияқтысың, дұрыс па деді ол. Мен дегендей басымды изедім. Жолдан шаршап келгенін түсінемін. Қарныңды ашқан шығар. Дегенмен, мен жергілікті каналдардың бірінде продюсер болып жұмыс істеймін. Саған да жақсы жұмыс ұсынғым келеді. Жалақысы да жаман емес дегенде қорқып кеттім. Неге мен жұмысқа алмақшы? Ниеті қандай? Сіз не мені сатып алды деп отырсыз ба? Деп мен наразылық білдірдім. Жоға, сәл сабыр ет жігітім. Сен сыртыңнан көріп, торға қатты ұқсайтын байқадым деді. Кімге ұқсаймын? Сен не? Комикс көрмеп пе едің? Не көрмедім не дейсіз? Бәрі түсінікті болды. Қалаған кезінде маған хабарлас. Асықпай ойланып, бір шешімге келерсің. Мен үлкен жобаны қолға алып жатырмын. Жақсы жалақы төлеуге дайынмын деді Тернер мырза. Сосын қағазға артында 4 нөл бар санын жазды да бұл төленетін ақының бір бөлігі ғана деді. Визитканың алдында ойланып көремін дедім. Шынымды айтсам, бұл бір сандырақ сияқты болып көрінді. Менен қандай актер шығады? Іздеп жүріп өзіме кішкентай бір бөлмені жалға алдым. Сөйтсем, онда тағы бір адам тұрады екен. Ішкіш біреу. Түнмен шошып оянып, өзімен өзі сөйлеп мазамды алды. Ұйқы болмады. Таңертең тұрып, қосымша жұмыс іздейін деп шештім. Оқуым басталғанша қарап жатуға болмайды. Құрал сайман сататын дүкенге сатушы болып бардым. Мені бірден жұмысқа ала салды. Алайда сол күні кешкісін дүкен қожайыны кассадан $200 жоғалды деп бәле жапты. Ант етейін, мен алған жоқпын. Алдыңғы сатушын былықтырып кеткен болар. Басым бәлеге қалды. Ақыры полицияға түсіп қалмайын деген оймен $200 төлеп әрең құтылдым. Кешкісін үйге келсем, әлгі ашы суға құмар көрші тойып алып, мен төсегімді бүлдіріпті. Өз-өзімді әрең ұстадым. Мұрның беті қылғым келбеді. Заттарын жинап алдым да сыртқа шығып кеттім. Орындыққа отырып, не істесем екен деп басым қатты. Бір кезде шалбарының қалтасынан Тернер мырзаның визиткасын жерге түсіп кетті. Тор деген қандай актер екен деп Гуглға жазып едім.
көзім шығып кете жаздады-ау. Мен өзімді көргендей болдым ғой суреттен. Әлгі актерге қатты ұқсайды екенмін. Тіпті шашымыздың түсі де ұқсас. Көптен бері кино көрмегенімді енді түсіндім. Сосын ойланбастан Тернер мырзаға хабарластым. Бір сағаттан кейін келіп мені алып кетті. Мейрамханаға апарып тамақтандырып, сосын үйіне алып барды. Пәтері керемет екен, бөлмелері кең. Біраз уақыт бірге тұруға рұқсат берді. Оның жұмысы осыншалықты табыс әкеледі деп ойламаппын. Сол күні ол маған бәрін лездетімен айтып берді. Өз бөлменің біріне жайғасып, апельсин шырын ішіп, терең ойға баттым. Тернер мырзаның ұсынысын біраз саралап, одан ұтпасам ұтылмайтынымды ұқтым. Таңертең тұрғаннан кейін мен өз келісімді бердім. Тернер мырза жұмыс көп болатынын айтты. Сол себепте оқумен қатар алып жүру үшін біраз тер төгуге туралы келеді деді. Есесіне қомақты қаржы төлейтін болды. Егер бар ықыласымен еңбек етсең, бір жылдан кейін-ақ жеке пәтер сатып алып, темір тұлпарға ие боласың. Отбасыңды қалаға көшіріп алуға мүмкіндік туады. Керемет емес пе, деді продюсер мырза. Иә, мұндай ұсыныстан бас тартуға болмайды. Отбасыма жұмысым туралы тіс жармадым. Бірінші кезекте мен салонға алып барып, шашымды ретке келтіріп берді. Тамақтану тәртібі мен дене шынықтыру бағдарламасын және басқа да бағдарламалар тізімін қолыма ұстатты. Оның үстіне Тернер мырзамен кездесу, фотосессиялар және басқа қалаға іс-сапар бар. Иә, ақпараттың көптігі сонша. Оның бәрін бірден сіңіру оңай болмайды. Бірақ продюсерім жұмыс барысы осылай боларын ескерткен. Көптеген процедураларды қабылдап, бірер сағаттан кейін салоннан шықтым. Осымен болған шығар десем, кезекте келесі жұмыс күтіп тұр екен. Менің басты міндетім өзімді нағыз актер сияқты ұстап, керек жерде әлгі Тор мырзаны алмастыруым керек. Қажет болса, кездесулерге қатысып, өзімді жақсы формада ұстауым керек болатын. Одан басқа жобаларға да қатыстым. Продюсер айтқандай атқаратын шаруам шаш етектен екен. Ұйқыны ұмыта бастадым. Оқума үлгеру үшін күн-түн демей еңбек етуге тура келді. Есесіне отбасыма қаржылай жақсы қолдау көрсете бастадым. Шамамен 7 айдан кейін мен өзімді ғана емес, отбасыма толық қамтамасыз ететін жағдайға жеттім. Қаланың қақ ортасынан пәтер сатып алдым. Несиеге көлік алдым. Әкем мен жіберген ақшама үйде жөндеу жұмыстарын жүргізіп, шаруа қожалықты кеңейтті. Ірі қара мал басын көбейтіп, кәсіптерін дамытты. Bir сөзбен айтқанда мен де риза, олар да риза. Тағы 5 ай өткенде ата-анамды бауырларымды қатты сағына бастадым. Мен оларды қалаға көшіріп алғым келді. Алайда 2 інім ғана көшуге дайын еді. Ал әке мүлдем естігісі келмеді. Фермасын сатуға үзілді-кесілді қарсы болды. Олай болса бәрін жалға берейік деп ұсыныс айтып едім, оған да көне қойған жоқ. Содан не керек? Ұзақ уақыт талқылап мен өз дегеніме жеттім. Бүгін олар мен пәтеріме көшіп келеді. Көлігімен әуежайдан күтіп аламын. Олар енді менімен бірге қалада жаңа өмір бастайды. Иә, мен бақыттымын. Отбасымен бірге болу мен үшін маңызды. Негізі өмірде еш нәрсе кездейсоқ болмайды екен. Егер жақсы